Шымкентте дін қызметкері балаларды ұрып соққан. Әлеуметтік желіде мектеп жасындағы кішкентай екі баланың дене жарақатын алған видеосы тарап оқырмандар тарапынан түсінбеушілік туындауда. Кейбір оқырмандар бұл оқиға медреседе болған деген пікірді жазуда. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы оқиғаның анық-қанығына көз жеткізді. Өкінішке қарай Таспау Сәлімбай мешітінің ұстазы Рүстем Асқаров өзге тұрмыстық мәселелер бойынша ашуланып, өз эмоциясын тізгіндей алмай кәмелетке толмаған балаларға қол жұмсаған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл оқиғадан тиісті қорытынды шығарды және өрескел әрекетке жол берген дін қызметкерлеріне шара қолданды. Бүгінде 2020 жылдың 15 маусымында Рүстем Асқаров бас мүфти бұйрығымен Таспау Сәлімбай мешітінің ұстазы қызметінен босатылған. Қазір бұл мәселемен құқық қорғау органдары айналысуда.